Бүгін Түркістан қалалық емханасында ауқымды медициналық іс-шара өтуде. Бұл шараның басты мақсаты балалардың жүрек-қан тамыр ауруларын ерте анықтау және алдын алу. Бұл шараның басты мақсаты балалардың жүрек-қан тамыр ауруларын ерте анықтау және алдын алу. Елордадан келген дәрігерлер ата-аналарға қажетті кеңестер беріп, нақты диагноз қойып, кей жағдайларда арнайы ем-дом шараларын ұсынады. Бұл 2014 жылдан бері 11 жылдай болды осындай шара болып жүргеніне. Әр келген кезде 5 өңірді аралап кетеміз. Жылына 4 рет 5 рет келеміз. Бұның мақсаты жүрек ақауымен тіркеуде тұрған балдар, жаңағы операциядан кейінгі балдар, или операцияға дайындалып жатқан балдарды осы жерде келіп қарап, жаңағы кеңес беріп ол балдарға дәрі-дәрмектер болса тағайындап, жаңағы емін операцияға керек болатын болса операцияға келетін күнін белгілеп, келетін жаңағы квотаның күнін белгілеп, жоспарлы түрде ем алуға қағаз беріп кетеміз. Сол қағазбен бұлар квотасын дайындап, біз берілген күнге келіп операциясын жаңағы квотамен дейді ғой, порталмен келіп тегін операциялар жасатады Астана қаласында. Әр елді мекенді аралап, жасөспірім болашағын жақсартуда өз үлесін қосып жүрген ақ халаттылар қазіргі таңда көптеген балаларға өз көмектерін көрсетіп, жалпыға ортақ мүддені қалыптастыруда. Елордадан келген дәрігерлер алдағы уақытта да ата-аналарға қажетті кеңестер беріп, диагноз қоюға дайын. Біздің Түркістан қалалық емханасына диспансерлік есепте 185 бала туа біткен жүрек ақауымен тұрады. Солардан жылына бізде 30 шақты бала диспансерлік есепке алынады, осы туа біткен ақау бойынша. Жылда облыстық балалар ауруханасына, ұлттық ғылыми медициналық орталығына 100 шақты баланы консультацияға жібереміз, және операцияға жылына 15-20 бала операцияға жіберіледі. Оларды біз ары қарай бақылаймыз. 23 жылы Астана қаласында операция болған тұғымыз. Қазір Астана қаласына кардиохирургтар келіп, осы қызымды тегін көрсетіп жатырмын. Құдайға шүкір, осы докторлардың арқасында қызымның дені сау, жақсы немен көңіл күймен үйіме қайтып бара жатырмын. Бауыржан Мырзаевичке үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Әр 3 ай сайын осы Астана қаласынан келеді. Қазір әлеуметтік желі деген жақсы дамыған ғой. Инстаграм желісінен көріп отырамын. Қай қалада, қай жақта жүргендерін осы Инстаграм арқылы көріп, мен қызымды көрсетіп кетіп бара жатырмын. Ұлттық ғылыми медициналық орталық еліміздегі жетекші кардиохирургиялық орталықтардың бірі. Балалар кардиохирургиясы орталығының командасы хирургиялық емдеуде үздік нәтижелерге қол жеткізуде. Алғашқы операция 2004 жылдың 8 сәуірінде жасалды. Жыл сайын клиникада 1000-ға жуық ота жасалады.